Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен Айнұр. Бүгін сіздерге сливкисіз сүтті қыз тортын дайындап көрсеткім келеді. Жасалуы өте оңай. Үйдегі қарапайым заттардан жасалынады. Керекті заттарымызды видеоның астына жазып қоямын. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Ең алдымен ыдысымызға сгущенкамызды құямыз. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз. Және де ерітілген сары майымызды құямыз. Миксермен жақсылап бірінші араластырып аламыз. Одан соң ұнымызды електен өткізіп, бөліп ұнымызды салатын боламыз. Бірінші бөлігін салдым. Оның үстіне 1 шай қасық содамызды салдым. Енді жақсылап бірінші араластырып аламыз. Оның үстіне екінші ұнымызды саламыз. Жақсылап миксерлейміз. Мінекей осындай орташа болу қажет. Немесе сұйық, немесе қою емес, орташа болғаны дұрыс. Асты жабыспайтын осындай жақсы пергаменттеріңізді аламыз. Осылай дөңгелек етіп, өздеріңіз қалаған размерлеріңізді карандашпен, қаламмен сызып аламыз. Және де оның үстіне барлығына бірдей етіп, бірінші 1 қасығын барлығына саламыз, екінші қасығын барлығына құйып шығамыз. Теңдей етіп бөлеміз барлығына. Және де достар, міндетті түрде осындай 1 ас қасық қамыр алып қалыңыздар. Оны содан соң қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Енді дөңгелек шеңбердің ішіне біздің қамырымызды біркелкі етіп, тегістеп шығамыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қасындағы қоңырауша белгісін басып, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Біркелкі етіп жағып шыққан соң, пергамент қағазымызды противень үстіне қойып, духовкада 180 градуста 2-3 минут пісіріп аламыз. Барлық корждарымызды пісіріп аламыз. Қамырларымыз пісіп жатқан кезінде біз кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге қою сметана қажет. Оның үстіне құм шекерімізді салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Біздің қантымыз жақсылап еруі қажет. Біздің креміміз дайын. Келесі кезекте корждарымызды дайындайтын боламыз. Егер де бір тегіс емес болып қалған жағдайда, осылай шетін кішкене алып тастасаңыздар болады. Сонда біркелкі болып шығады. Мінекей қамырымызды пергамент қағазымыздан аламыз. Өте жақсы, өте жұп-жұмсақ болып шықты. Енді корждарымыздың арасына кремімізді жағып, барлығын жинаймыз. Тортымызды жинап шығамыз.
Тортымызға кремімізді жағып болдық. Енді сыртын әсемдеу үшін бізге кож қажет болады. Жаңағы бір ас қасық қалған қамырымызды пергаменттің үстіне жұп-жұқа етіп жағып шығамыз. Осылай жұп-жұқа етіп жағып болған соң, духовкада 2-3 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей, біздің коржымыз дайын. Үгітілмелі, және де осыны осылай қолдарыңыздың көмегімен сындырып алсаңыздар болады. Өте оңай алынады, өте тез сынады. Қатты майдалаудың қажеті жоқ, сәл ғана майдаланса болады. Міне осы жеткілікті. Енді біздің тортымызға жанына және де үстіне сеуіп шығамыз. Сеуіп болған соң үстіне әсемдік үшін клубника немесе шиемен әсемдесеңіздер болады. Мен жай ғана осылай қалдырдым. Өте тез піседі, өте тез дайындалады және де өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Осы каналдың әрі қарай дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, қасындағы қоңырауша белгісін басып, лайк басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, сіздерге ас болсын.